Алғы сөз. Діни тақырыптарды дұрыс әрі жеткілікті мәліметтерді үйрену әр мұсылманның басты міндеті. Адам баласының Алла алдындағы алғашқы міндеті иман ету, одан кейінгісі ғибадаттарды орындау. Ғибадатпен құнарланған сенім ағашының жемісі көркем ақлақ, яғни адамгершілік, көркем мінез-құлық. Кәміл мұсылман ғибадатын орындап, басқа адамдармен жақсы қарым-қатынаста болған кісі. Бізге ақлақи тұрғыдан үлгі болатын тұлға сүйікті пайғамбарымыз Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Сондықтан иман келтіріп, ғибадатты орындағаннан кейін ақлақи, яғни адамгершілік, көркем мінез-құлық міндеттеріміз және пайғамбарымыздың адамзатқа өнеге боларлық адамгершілік пен парасатқа толы өмірі жайлы білу айрықша маңызға ие. Діни сауат ашу курстарында оқытып жатқан діни білімге қатысты оқу жоспарын есепке ала отырып дайынданған сенім, ғибадат, ақлақ және пайғамбарымыздың өмірі деген үлкен 4 тараудан тұратын еңбек қарапайым тілде жазылды. Бұған қоса дәрет алу және намазға байланысты бөлімдерде ер мен әйел адамдардың намаздағы қимылдары бейнелі түрде көрсетіліп, намаз оқуды жаңадан үйренгендерге жеңіл жолдар қарастырылды. Әртүрлі жастағы мұсылманның кең көлемде пайдалануына ұсынылған еңбек оқырмандардың кәдесіне жарар деген сенімдемін. Бірінші тарау – сенім, иман. Ислам діні және ерекшеліктері. Тақырыптар. Дін деген не? Діндер арасындағы исламның алатын орны. Ислам дінінің мақсаты және ерекшеліктері. Ислам дінінің әлемдік дін болуындағы ерекшеліктері. Дін деген не? Дін ақыл-есі дұрыс, өз еркімен иман келтірген адамдарды дүние және ақыретте игілік пен бақытқа жеткізетін илляхи тәңірлік заң. Діндер негізінен үшке бөлінеді. Біріншісі хақ дін. Алладан пайғамбарлар арқылы ешқандай өзгеріске ұшырамастан және бұзылып бұрмаланбастан қазірге дейін жеткен дін. Бұл ерекшеліктер мен қасиеттерді өз бойына сіңірген дін ислам діні. Екінші мұхараф діндер. Бұрмаланған діндер. Алладан пайғамбарлар арқылы жеткенмен кейіндер адамдар өзгертіп, негізі бұрмаланған діндер. Үшіншісі батил діндер. Жалған, адамдар ойдан шығарған діндер. Бұл діндердің пайғамбарлар арқылы келген діндермен ешқандай қатысы жоқ. Діндер арасында исламның алатын орны. Жер бетіндегі ең алғашқы адам Хазіреті Адам алейхиссалам алғашқы пайғамбар. Адамзаттың алғашқы діні хақ дін. Хазіреті Адамнан Исаға дейін келген барлық пайғамбарлар адамдарға Алланың бір екендігін баяндаған және қалай ғибадат ету керектігін үйреткен. Бірақ бұл пайғамбарлар жеткізген иман негіздері мен діни қағидар уақыт өткен сайын бұрмаланып, түпнұсқалары жойылған. Осыған байланысты Алла соңғы пайғамбар Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам арқылы бүкіл адамзатқа соңғы әрі ең кемел ислам дінін жіберген. Қазіргі таңда дүние жүзіндегі шынайы ақиқат дін ислам діні. Жалған діндердің Алла алдында ешқандай құны жоқ. Ал Алла алдында таңдалған әрі қабыл дін ретінде көретін ислам діні. Бұл ақиқат Құран кәрімде былай баяндалады. Алланың құзырында дін күмәнсіз ислам діні. Кімде-кім исламнан басқа дін іздесе, әсте қабылданбайды. Ол ақыретте зиянға ұшыраушылардан болады. Ислам дінінің мақсаты. Ислам дінінің үкімдері адамдардың бақытын көздейді. Бұл үкімдерді орындап, соған сай амал жасағандар бұл дүниеде де, ақыретте де бақытқа кенеледі. Ислам дінінің үкімдері үшке бөлінеді. Біріншісі иман. Адам иман негіздеріне сену арқылы рухани нәр алып, жүрегінен қате әрі жалған сенімдерден тазартады. Екіншісі амал. Амал адамдардың жасаған іс-әрекеті болып табылады. Амалға байланысты үкімдер екіге бөлінеді. Алла алдында ғибадат ету міндеті. Адамдардың өзара қарым-қатынас реттейтін үкімдер. Үшіншісі ақлақ. Адамгершілік, көркем мінез-құлық. Адамдарға қатысты ой-пікіріміз бен қимыл-әрекетімізді реттеп отыратын үкімдер. Ислам дінінің ерекшеліктері. 1. Ислам ең соңғы дін. Ислам дінінен басқа дін келмейді. Үкімдері қиямет күніне дейін жалғасады. Ислам дінінің адамдарға жеткізіп уағыздаған Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам соңғы пайғамбар. Одан кейін пайғамбар келмейді. 2. Ислам әлемдік дін. Бұрынғы пайғамбарлар жеткізіп насихаттан діндер тек қана белгілі бір ұлтқа, халыққа есе, ислам діні бүкіл адамзатқа жіберілген. 3. Ислам дінінің үкімдері барлық адамзаттың қажеттіліктерін қамтамасыз ететіндей жан-жақты әрі толық. Сондықтан басқа сенімдерге қажеттілік туындамайды. 4. Ислам діні бұрынғы Алла тарапынан келген пайғамбарларды және киелі кітаптарды толықтырады, мойындайды.
5. Ислам діні бұрынғы пайғамбарлар насихаттаған дін үкімдерінің күшін жойған. Өйткені олар белгілі бір халыққа әрі белгілі бір уақытқа жіберілген. Ал ислам діні болса барлық адамзатқа жіберілген әрі қиямет күніне дейін өзгермей жалғасатын дін. Ислам дінінің әлемдік дін ретіндегі ерекшеліктері. Ислам дінінің әлемдік дін болуында көптеген ерекшеліктер бар. Олардың кейбіреуі мынау. 1. Ислам бүкіл адамзатқа жіберілген ең соңғы дін. Ислам бүкіл адамзатқа Алла жіберген әрі қияметке дейін жалғасатын соңғы дін. Сондай-ақ пайғамбарымыз ислам дінін жер жүзіндегі барлық халыққа жеткізу мақсатымен сол кездегі мемлекеттердің билеушілеріне, басшыларына хат жолдай отырып, оларды ислам дінін қабылдауға шақырған. 2. Ислам ақыл-ой мен ғылым діні. Ислам діні ақылға ерекше мән бере отырып, діни құлшылықтарды дұрыс орындау үшін ақылды болуды талап етеді. Білімге үлкен мән берген дініміз әрдайым оқуды, үйренуді бұйырған. Ілім үйренудің әрбір мұсылман үшін парыз екендігін білдірген. 3. Ислам әрі дүние әрі ақырет діні. Ислам дінінің көздеген мақсаты адам баласының бұл дүниеде де, мәңгілік ақыретте де бақытты болуы. Дініміз бұл дүниенің ақырына дейін адамдардың әрдайым бақытты болуын және қоғамның дамуын қамтамасыз ете отырып, жеке адамдарды да қоғамның да қажеттіліктеріне жауап бере алатындай талаптар қойып, дүниеде де ақыретте де бақытқа келуінің жолдарын көрсеткен. Бұл жөніндегі ислам қағидасының мазмұны мынандай: еш өлшемейтіндей дүние үшін, ертең өлгендей ақырет үшін еңбек ет. 4. Ислам діні жеңілдік дін. Ислам дінінде қиыншылық жоқ, жеңілдік бар. Дініміздің бұйрықтары бізді кемелдендіріп, одан да жоғары өмірге даярлауға бағытталған. Ғибадаттарды орындау барысында шамамызға қарай көптеген жеңілдіктер қарастырылған. Мысалы, жолаушы 4 рәкат намазын 2 рәкат қылып оқиды. Намазда түрегеп тұрған алмайтындар отырып оқиды. Рамазан айында ораза ұстауға шамасы жетпеген науқастар сауыққаннан кейін ұстайды. Сауығудың үміті жоқ науқастар және ораза ұстауға шамасы келмейтін қарт қариялар ұстаймаған оразасының орнын кедей-кепшіктерге фидия беру арқылы толтырады. Адамның шамасы мен қажеттіліктері назарға алынып, қиын жағдайларда дінімізде бұдан басқа да көптеген жеңілдіктер берілген. Міне осы себепті ислам дінінің үкімдері әрдайым және әр жерде орындауға болатын ерекшелікке ие. 5. Ислам дінінде шектен шығу жоқ. Ислам дінінің үкімдері адамның ақылына және жаратылысына сай. Біздің міндетіміз соларды орындау ғана. Орындалуы талап етілмеген жағдайда дінді берік ұстаймын деп шектен шығуға болмайды. Дүниедегі адал нығметтерден бас тартып, қиналып өмір кешу исламда жоқ. 6. Ислам бейбітшілік пен сүйіспеншілік діні. Исламның тағы бір мақсаты адамзатқа деген сүйіспеншілік, адам құқығына құрмет ету, жүрекке орнықтыру. Осы арқылы қоғамдағы бейбітшілік пен тыныштықты сақтау. Дініміздің бұл мақсатта көптеген қағидалар қойған. Бір-бірімізді сыйлау, басқалардың құқығына құрмет көрсету нағыз мұсылман болудың шарты. Сұрақтар: дін деген не? Діндер қаншаға бөлінеді? Діндер арасында исламның алатын орны қандай? Түсіндіріңіз. Ислам дінінің мақсаты неде? Ислам дінінің үкімдері қанша? Ислам дінінің қандай ерекшеліктері бар? Ислам дінінің әлемдік дін болуындағы ерекшеліктері неде?